Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай кереметтей дәмді, әсіресе жалқаулардың асы деп аталады, финский блинчикидің жасалу жолын көрсететін боламын. Ешқандай қиындығы жоқ, үйдегі бар ингредиенттермен жасайсыздар. Ең соңында осындай дәмді, сочный, шайға арналған тәттіні жасап шығарасыздар. Ендеше жасауға кірісейік. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Мінекей ең алдымен барлық ингредиенттерімді керекті дайындап алдым. Осылайша таза табамызға керекті жұмыртқаларымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл тәттіні әсіресе блинчики жасауға ерінетін, немесе жасаған кезде дұрыс шықпайтын жандарға кеңес беремін жасап көруге. Соның рецептісімен, соның ингредиенттерімен жасалады, тек қана өте оңай және пешке салып ала қоясыз. Мінекей жұмыртқадан кейін шым-шым тұзымызды және сүтімізді, ертілген сары майымызды қосамыз және бірнеше бөлікке бөле отырып, електен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Достар, егер де менің сіздермен бөлісіп жатқан рецепттерім ұнаған болса, каналыма өтіп, жазылып, және де видеома лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Қоспамыз дайын болғаннан кейін, осылайша противенге пергамент қағазымызды төсеп алатын боламыз. Осылайша міндетті түрде бортиктерімен салыңыз, себебі ағып кетуі мүмкін. Мінекей осындай сұп-сұйық болады, еш қорықпаңыз. Құйып, қызып тұрған 180 градустағы пешіңізге 30-35 минутқа салып алатын боласыз. Ол пісу барысында енді салмасын дайындап алайық. Ол да өте оңай, тек қана бізге қаймақ пен сгущенка керек. Егер де ванилиннің иісі шығып тұрсын десеңіз, сәл шым-шым ванилин салып жіберсеңіз болады. Керекті мөлшерлерінің барлығын төменге жазып кететін боламын. Мінекей сәл-сәл ғана ванилин қосып жатырмын. Өте ароматты болып шығады. Осылайша венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырып дайындап аламыз. Оны дайындап болғанша мінекей финский блинчикіміз дайын болды. Сондай толқынды, үлкен болып піседі, ерекше болып. Мінекей пергамент қағазынан ұстап, сәл суығаннан кейін келесі бетіне аударып алатын боламыз. Сол аударылған бетіне дайын кремімізді мол етіп жағып, егер сізде қатырылған жеміс-жидек болса, ортасына салып жіберсеңіз, өте дәмді болып шығады. Мінекей осылайша кремін мол етіп жағып жатырмын. Содан кейін өзімде қатырылған таңқурай, яғни малина бар еді, осылайша ортасына салып жібердім. Сол кезде малинаның да дәмі өте керемет болып шығатын болады. Осылайша мол етіп салғаннан кейін рулет сияқты орайтын боламыз. Және орап болғаннан кейін ертілген шоколадпен жүргізіп шықсаңыз, тіпті енді айтуға сөзім жоқ, дәмді болып шығады. Шоколадты ерту өте оңай. Кәдімгі Қазақстан шоколадын осылайша салафан пакетке салып, қайнап тұрған суға 3-4 минутқа салып алдым. Сосын қолдың көмегімен осындай сұйық консистенция келтіргенше араластырып отырдым. Және де үстіне мол етіп жүргізіп шықтым. Осыдан кейін сәл 20-25 минутқа холодильникке салып алсаңыз, шоколады қатып, ішіндегі салмасы да сәл қатыңқырайды. Мінекей дайын болды, сондай сочный болып шықты. Сізге де жасап көруге кеңес беремін.